Сәлеметсіздер ме достар, бүгін сіздерге YouTube-тың ішіндегі налоговый форманы қалай толтыру керектігін көрсететін боламын. Кез келген YouTube каналға тиісті, себебі монетизация қосып болғаннан кейін Google AdSense тіркеген соң Google AdSense-тің ішінде налоговый форма толтыру керек болады. Егер бұны толтырмасаңыз, егер сіздің видеоларыңызды Америкадан көретін болса, просмотр Америкадан болса, 30%-ін налог қылып ұстап отыратын болады. Оның барлығын 0 қылып және 10% қылып азайтуға болады. Бұл тек қана Америкадан просмотр ғана болса. Бұл налоговый формасы сіз өзіңіздің еңбек ақыңызды ала алмайсыз. Мінекей, дәл осындай жоғары жағында шығады қызыл жазумен, сары жазумен. Изменение налоговой информации дегенге кіреміз. Мен жаңа кіріп қойдым, осылай кіресіз. Одан кейін осы нәрсе шығады. Сіз физический или юридический лицо қайсы болып кіресіз? Мен физический таңдаймын. Курс қатысушысына толтырып беріп жатырмын. Бұл демонстрационный видео болғаннан кейін барлық информацияны былай бұлдыратып қоямын. Являетесь ли вы гражданином или резидентом США деген кезде нет деп қоясыз. Выберите налоговую форму. Бұл жақта біз W8BN деген таңдаймыз. Требуется заполнить физическим лицам, зарегистрированным за пределами США. Заполнить налоговую форму. Келесі страницаға өткеннен кейін ең бірінші разделде бекзат бағдәулет, яғни аты жөніңізді жазып қойыңыз. Имя физического лица деген кезде аты жөніңізді, яғни фамилиямен бірге. Страна проживания Казахстан. Достар, мына жерде естеріңізге сала кетейін, Google AdSense-те аты жөніңіз дәл осылай болып тұру керек. Егер де налоговый формада және Google AdSense екеуі де екі түрлі болатын болса, ол кезде сізде қате және отказ келуі мүмкін. Сол үшін мына жақта аты жөніңіздің орнын ауыстырмай дәл осылай ағылшынша жазу керек екеуінде де. Страна проживания Казахстан деп қойдық. Мына жақта иностранный номер налогоплательщика дегенде бұл жерге иінді жазасыз. Одан кейін далее дегенді басасыз. Келесі бетте страна постоянного проживания деген Қазақстан қоямыз. Индекске бұл жерде Астананың индексі 01000. Индексті жазып болғаннан кейін область жазамыз. Область Акмолинская область, бірақ оны ағылшынша жазу керек болады. Акмолинская. Город Астана, бірақ қазір кезде Нұр-Сұлтан болып тұр. Солай жазамыз. Одан кейін адрес строка 1 деген жерге үйдің адресін жазамыз. Көшенің атын және үйдің номерін. Почтовый адрес и адрес постоянного проживания совпадают деген басамыз. Одан кейін далее. Претендуете ли вы на пониженную налоговую ставку дегенге да дегенді қоямыз. Являетесь резидентом страны или территории, с которой США заключено соглашение дегенге птичка қоямыз және мына жақта Қазақстан деген таңдаймыз. Бұл жерде үшеуіне птичка қою керек болады. Біреуіне қойған кезде ішіндегі өзі бірақ статья пункт болады. Соны таңдаймыз. Налоговый ставка 0-ге қоямыз. Пониженная ставка. Біздегі бұл жердегі мақсат налоговый форманы толтыру және налоговый ставкадағы процентті азайту. Пониженная ставканы басамыз. Одан кейін мына птичка қоямыз. Физическое лицо указанное деген жерге. Келесіне птичка қоямыз. Бұл жақта бір статья болады. Статья 12 деп тұр. Налоговая ставка 10. Одан төмен түспейді. 10%-тің өзде тым болмайды. Сізді Америкадан көргеннің өзінде де ол өте аз. Бұл жерде 10% қоямыз. Птичка. Далее. Я подтверждаю, что созданы налоговые документы деген жерге птичка қоямыз. Далее басамыз. Сертификат налогоплательщика деген жерге ваше имя указано в разделе подпись. Вы подписываете эту форму от своего имени деген кезде да, мое имя указано в разделе подпись деген қоямыз. Полное имя деген жерге бағанағы аты жөнімізді толық жазамыз. Толық аты жөнімізді жазып болғаннан кейін далее дегенді басамыз. Для нее на территории США деген кезде нет дегенді басамыз. Я подтверждаю, что услуги таких компаний и партнеров будут представляться исключительно за пределами США. Птичка қоямыз. Получали ли вы платежи через платежный профиль, для которого предоставляете налоговую информацию? Егер сіз бұрын Google AdSense-тен ақша алған болсаңыз, Google AdSense арқылы бұл жерде сіз я представляю налоговую информацию для существующего платежного профиля мына жерге қоясыз. Ал егер де сізде Google AdSense жаңадан құрылып жатқан болса, мына біріншісіне қоясыз. Информацию для нового или существующего платежного профиля, который не используется для получения платежей дегенге
қоясыз, одан кейін далее басасыз. Далее басқаннан кейін я принимаю соглашение об электронном документообороте дегенді қоямыз, одан кейін отправить дегенді басамыз. Арада 5 минуттай уақыт өтті, біздің налоговый формамызды одобрить етті, яғни растады. Бұл негізі тез көрсеткіш. Менің өзімде бұрын 1 күн тұрған 24 сағаттай, одан кейін одобрение деп келді. Көп жағдайда сол ұзақ тұрушы еді. Бұл кезде 5 минутқа жетпей, қазір жаңа айналып тұрды осы жерде. Содан кейін осылай жасыл шықты. Енді налоговый форма барлығы толды. Одан кейін Google AdSense-тен выплата, яғни төлемді ала беретін боласыз. Достар, егер осы видео пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Керек болып қалады деген достарыңыз болса, соларға жіберіп қойсаңыздар болады. Келесі сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.